Мен Таңбалтас екеу. Таудың басында Таңбалтас дейтін тас бар. Мынау Бетпақ даладағы тас. Бұл екі Таңбалтас қазақта. Мына тас, мына Бетпақ далада жатқан. Бұл өтті ескі, міне. Айтты көне дүние. Мәкекені өзің бастайсың ба? Соның жанында Центр славянское исследование деген бар. Сол орталықтың шақыру бойынша конференция баяндамасы. Ескерістермен танысырды. Сонда бізді бірінші алып барған жері, мен бір нәрсені сізге мысал ретінде айтайын. Бір таңбалы тас бар екен. Хақай тарабында сол бір таңбалы тас бар екен. Таңбалы тастың үстін әдемілеп, талпынатты қоршап кірсек, бір үлкен қой тас. Мынау жаңағы үлкен қой тас. Қой тастың бетінде қарадық, не бар екен деп. Сөйтсек, қой тастың бетінде балықтың суреті салынып тұр. Қармақтың суреті, бір анау қармақ ағашын салған бір адамның суреті. Тас біздің алғашқы қауымдық кезеңге тән біздің жеріміздегі ең алғашқы ескерткіштің көрінісі, соны бәрі туристер көрсетіп. Мен соны көрдім де, ішін тарих ретінде қанжылады, ойладым, ой, сорлы менің отаным-ай деп ойладым. Тау тасы жиналмаған, жазуы ескерткіші жиналмаған, шашылып жатқан отаным мен жылағандай. Бекұмар деген жігіт бір күні маған үлкен бір не алып келді. Полотно. Моңғол жеріндегі қой тастардың бетіндегі таңбалар түсірген. Жерінде таңбалы тастар экспедиция шығарса, сол осы тастар сақтап қалсақ айтпаса бәрі келе басып. Мынау тастар біздің түркі ескерткіштер. Түркі халқының ең алғашқы ескерткіштері. Содан кейін өтіп кетті, біз соған бірнеше жаздық, бірақ өкінішке орай экспедиция шықты, бірақ тура сол тасты түсіретін экспедиция арнайы шықты. Экспедиция шығып. Ал енді тура сол тастардың Моңғолияның бетінде, тастың бетінде жазылған жазулар, суреттер, көп соны аңның, мынау малдың суреттері, ішінде арасында адамның суреттері, сүрінген мынау тәтем, мысалы күннің табынатын сол белгілері бар. Сол суреттер қазақ жеріндегі таңбалы тастардың бетіндегі суреттермен ұқсас. Ал енді ол өте көне кезеңдегі ескерткіш. Мен айтайын дегенде сол Моңғолдың жағынан таңбалы тастан кейін арнайы бір тағы 5-10 шақырым жүргеннен кейін бір ашық мұражайға алып келді бізді. Қарасам, мұражайдың бетінде ол айтады, біздің жапондардың ата бабамыздың кәсібі балық аулау. Мынау ашық мұражай. Жапондардың көне заманда бүгінгі шейінгі балық аулау кәсібі қандай деңгейде дәрежеде сатылап өткен. Соның бәрін көресіздер деді. Сонда жаңағы балықшылардың ең көне кезеңдегі құралдары, қармағы, орта ғасырларда қармағы, жаңа заманда қармағы, ең алғашқы кезде мінген қайығы, орта ғасырда мінген қайығы, жаңа заманда мінген қайығы, киген киімі, тұрған үйі бәрі түгел ашық мұражайда сақталған. Бейшара қойшылар, біздің мәдениетін жасап кеткен қойшы, жылқышы, малшылар солар туралы бір біз айтуға, даже менің әкем қойшы болып еді, менің әкем жылқышы болды деп айтуға намыс. Біз жиркенгенбіз, өзіміз ата-бабамыздан жиркенген, өзінің қағынан жиркенген киік сияқты бейшара халықпыз. Біз өз тарихымыздан, өзіміздің ата салтымыздан, ата кәсібімізден жиркенген ажырап қалған халықпыз. Мен не себепті айтып отырмын? Мен мысалға, мен мынау тасқа байланысты айтайын деген мына нәрсе бар. Мен осы тарихқа санасында осы көптен бері еңбек етіп жүрмін, әсіресе мынау 19-20 ғасырдағы репрессияға байланысты көп жұмыс істедім. Жақында бір кітабым шықты, сталинизм репрессия в Казахстане деген, орыс тілінде. Эберс қорының тапсырмасы бойынша мен сол даярландым. Сонда мен мынандай тұжырымға келдім. 20 ғасырда репрессия қандай нәтижесі болды деген уақытта, қараңыздаршы. Байлардың бәрін атып тастады, билерді атып тастады, жақсылардың тұқымдары, мынау атасы байды бәрін атып тастады. Содан кейін буржуазия интеллигенция деп алаш түгел атып тастады. Одан қалған имам, ишандарды түгел репрессиясы олар атып тастады. Сонда қазақ қоғамында пікір айтады. Ата дәстүрін сақтайтын, жолды сақтайтын, өткізетін тұлғалардың бәрі атылған. Кімдер қалды? Жұмысшы шаруалар қалды. Үкімет басқаратын жұмысшы шаруалар басқаратын үкімет қалды. Рабоче-крестьянское правительство, советское правительство осталось. Білдіңіз ба? И она что сделала? Олар не істеді? Олар анау шаруамен келейін, енді шаруамен келейін не істі болады? Байтұрсынов айтқан мақалы бар, 30 күн баққан, 30 күн қой баққаннан ақыл сұрама дейді. Құдай кешірсін, мен әкем қойшы болған, әкемнің әкесі малшы болған кісі.
мен өзім түсіністің құдығыма түспейін деп отырған жоқпын. Бірақ мәселе ұлттың тарихы, ұлттың дәстүрі туралы отырғанда шындықты айтып отыра келеді. Анау оңша құлқықтан қалған да, құлқықтанның ақыл есін бәрі шайып тастаған. Размыто бәрі шайып тастағанда, шайып тастаған олардың бәрін орыстандыруға соған арнаған оңша тобыр қалған. Сондықтан қазір пікір айтатын адам жоқ, ұстаным позициясы бар адам жоқ, тұлға жоқ. Анау аспанға, анау Махамбет сияқты аспанға жетпей шаршымайды дейтін адам жоқ. Анау Абай сияқты бәрін талдап айтып беретін абайлар жоқ. Сонда жаңағы ақыл есі шайылған осындай қоғам қалғанбыз. Ал сол қоғам қазір әлде болса аяғына тұра алмай жатырмыз. Жаңағы версия, мынау Кәкен айтқан версиясы, осы жерде қазақ рулары бас қосып бәтуаға келген, таңбаларын тасқа қашап жазған деген бәтуалар ар жағында үлкен бір шындық жатуы әбден мүмкін. Әбден шындық жатуы мүмкін. Себебі таңбаны бекер қоймайды ғой. Себебі бәрі 300-ді таңбаларын бәтуаға келген ғой халық, білдіңіз бе? Яғни мемлекеттік мәнісі бар нәрсе сөз. Мемлекеттік қорғайтын ескерткіштер сөз. Білдіңіз ба? Ал бірақ осы жерде бір айтатын нәрсе, мынау біздің совет заманында біздің мемлекеттігімізге қатысты нәрселердің бәрі жазылған, бәрі бұзылған, атылған. Өздеріңіз білесіздер, мысалы Күлтегін, Тоныкөктің тастарын совет әскері гарнизондары мешен қылады. Мешен қылады. Оны Олжас Сүлейменов кезінде Моңғолия атпен жазды ғой. Анау біздің Күлтегін, Тоныкөктің тастарының бәрін орыстың әскері мешен қылады. Мына Түркістанда білесіздер, Түркістандағы не істеген орыс билігі. 19 ғасырда орыстар келген уақытта Ходжа Ахмет Яссауидің алдында оларда зеңбіректер атқан мешен, оларда сол анау Есім ханның мавзолейін талқандаған, түгін қалдырмай. Анау Яссауи талқандаса айтып, оны Яссауиға да мешен атқан отыр алдына. Ол деген сөзден сіздің мемлекеттігіңізге, елдігіңізге түкірдім деген сөз. Ал мынау тасында жазу әбден мүмкін, білдіңіз бе? Бұлардың бәрі идеологиялық мәні бар нәрсе. 41 болса 41 таңба тұр. 41 таңба тұр. Ал енді оның астында жазылған комментарий араб графикасына жазылған. Яғни бұл тастар бізге исламдан жеткен уақытта қойылған ескерткіш. Ислам. Бұл күні деп айтуға болмайды. Ислам болған уақытта бұл алтын орда дәуірінен кейін. Алтын орда құлағынан кейін қазақтың алтын ордадан кейін. Дұрыс айтасыз. Сол бірақ қазіргі күнгі 13-14 одан арты емес, одан берді емес, сол комментарий сондай нәрсе. Сондықтан меніңше жаңағы, ал енді осыған байланысты хат жазу керек шығар, бірақ бір нәрсе істеуіміз керек. Таңбалы тас, мынау таңбалы тас бар ғой жаңағы, көртілген таңбалы тастың тарихын жақсылап тұрып әдемілеп қағазға түсіру керек жүйелі түрде. Бұл туралы тарихнама дейді жаңағы тарихнамалық тұрғыда бұны кімдер зерттеген, қашан тастың қойылу туралы қандай дерек бар, тастың мысалы тарихи мәні туралы қандай дерек бар, ол туралы не жазылар, соны ақыры қысқа ғана бір текстқа түсіру керек, әдемілеп жазу керек. Тас осынша қойылған, ол мұнда мынандай нәрселер айтылған, ол мүмкін ол мынандай нәрсенің көрінісі, символдық көрінісі деп, соның бәрін жазып, соны кейін барып тұрып, өздерің болса осы шара қолдарыңыз осыны қабылдаңыз деп артына сөз жазып. Ал жаңағы ұсыныс әбден орындысыңыз киелі жер ғой. Киелі жер. Меніңше жаңағы осы принципті ұстанып, дұрыстап, жаңағы әдемілеп, хат жазып, хат жазуға көмектесесіз.